Тыныс алу жүйесі. Негізгі құрамдас бөліктер. Тыныс алу жүйесі дене мен қоршаған орта арасындағы газ алмасуды қамтамасыз ету арқылы адам өмірін қамтамасыз ету үшін өте маңызды. Бұл процесс оттегінің жасушалық тыныс алу үшін жасушаларға жетуін және метаболизмнің қалдықтары болып табылатын көмірқышқыл газының денеден шығарылуын қамтамасыз етеді. Ендеше тыныс алу жүйесінің қызметтеріне тоқталайын. Газ алмасу. Тыныс алу жүйесінің негізгі қызметі организм мен қоршаған орта арасындағы оттегі мен көмірқышқыл газының алмасуын жеңілдету. Бұл өкпе альвеолаларында болады. Қанның pH деңгейін реттеу. Тыныс алу жүйесі қанның pH деңгейіне әсер ететін көмірқышқыл газының деңгейін реттеу арқылы қанның қышқыл негіз балансын сақтауға көмектеседі. Қорғау. Тыныс алу жүйесінде нағыз ағзаны зиянды заттардан қорғаудың бірнеше механизмдері бар. Мұрын қуысы үлкен бөлшектерді сүзеді. Ал шырыш пен кірпікшелер кішірек бөлшектер мен патогендерді ұстайды. Жөтел рефлексі тыныс алу жолдарын тітіргендіріштерді шығаруға көмектеседі. Дауысты шығару. Көмейде ауа өткен кезде дыбыс шығару үшін тербелетін дауыс сымдары бар. Бұл сөйлеуге және басқа да дауыстарды айтуға мүмкіндік береді. Иіс сезу. Мұрын қуысында ауадағы химиялық заттарды анықтайтын, иістерді қабылдауға мүмкіндік беретін иіс сезу рецепторлары бар. Мына суретте тыныс алу жүйесінің диафрагмасы берілген. Бұл жерде жұтқыншақ, көмей, трахея, өкпе, диафрагма, альвеолалар, бронхтар, бронхиолалар бар. Мұрын және мұрын қуысы. Мұрын ауаның негізгі кіру нүктесі ретінде қызмет етеді. Ауаны сүзеді, жылытады және ылғалдандырады. Мұрын қуысында шырышты қабаттар мен кірпікшелер шаңды микробтарды және басқа бөлшектерді ұстау үшін бірге жұмыс істейді. Жұтқыншақ. Жұтқыншақ бұлшық ет түтігі. Ол ауа мен тамақтың өтуі үшін қызмет етеді. Ол мұрын қуысын көмей мен өңешке қосады. Көмей. Көмей жұтқыншақтан төмен орналасқан және дауыс шығаруға жауапты. Ол сондай-ақ ауаның өту жолы ретінде әрекет етеді. Жұтылу кезінде тамақ пен сусынның трахеяға енуіне жол бермейді. Трахея. Трахея кеңірдекті бронхтармен байланыстырып тұратын түтік тәрізді құрылым. Оны ауа жолын ашық ұстайтын С тәрізді шеміршекті сақиналар ұстап тұрады. Бронхтар және бронхиолалар. Трахея екі негізгі бронхқа, сол жақ және оң жаққа бөлінеді. Олардың әрқайсысы өкпеге апарады. Бронхтар одан әрі өкпенің ішінде кішігірім бронхиолаларға бөлініп, ауаның барлық өкпеге таралуын қамтамасыз ететін ағаш тәрізді құрылымды құрайды. Өкпе. Өкпе газ алмасуға жауапты жұп губка тәрізді мүше. Олардың құрамында альвеола деп аталатын миллиондаған кішкентай ауа қапшықтары бар. Онда оттегі мен көмірқышқыл газы қанмен алмасады. Альвеолалар. Альвеолалар газдардың тиімді алмасуына мүмкіндік беретін жұқа қабырғалары бар микроскопиялық ауа қапшықтары. Әрбір альвеола оттегі қанға еніп, көмірқышқыл газы шығарылатын капиллярлар желісімен қоршалған. Диафрагма және қабырға аралық бұлшық еттер. Диафрагма кеуде қуысын құрсақ қуысынан бөлетін күмбез тәрізді бұлшық ет. Ол кеуде қуысының көлемін өзгерту үшін жиырылу және босаңсу арқылы тыныс алуда шешуші рөл атқарады. Қабырғалардың арасында орналасқан қабырға аралық бұлшық еттер тыныс алу кезінде кеуде қуысының кеңеюіне және жиырылуына көмектеседі. Осымен бүгінгі ақпаратымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Лүпіл қойып пікір жаза кетіңіз.